Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сиыр тілінен котлет дайындайтын боламыз. Ең алдымен сиыр тілін 30 минутқа қайнатып, суын төгіп тастаймыз да 2 сағат шамасында пісіріп аламыз. Одан соң салқын суға 2 сағат салып қоясыздар. Сол кезде қабығы жақсы алынып тазаланады. Бездерін алып тастаймыз. Піскен тілді турап осылай дайындап алдым. 1 килограмм шықты. Оның үстінен чеснок 6 дана және дәміне қарай тұз үстіне. Барлығын толықтай астына жазып кететін болам. Жұмыртқа, немесе менде перпелені жұмыртқа 10 дана және оливковое масло 2 қасық және 2 ас қасық қарық қымық ұны, гречневый муканы қосамыз. Барлығын измельчить етіп аламыз. Измельчить етіп алғаннан кейін тура видеодағыдай осылай тарелкаға аздап гречневый муканы салып, тура видеодағыдай осылай котлет жасаймыз. Жарты бөлігін морозильникке қатырып қойдым, жарты бөлігін қуырып алдым. Қызыған табамызға майымызды құйып, 5 минуттан қуырып аламыз алдартын. Өте дәмді болып шығады, әсіресе ет жемейтін балаларға өте пайдалы. Немесе брокколи қосып пісірсеңіздер де болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау саламатты болыңыздар.